сабақта біз бар септікті өтеміз. Біз алдыңғы сабақта ілік септігінің жалғауларымен танысқанбыз. Енді бүгін бар септігін өтеміз. Бар септігін өтердегі мақсатымыз мәтіндерді салыстырып түрлерін ажырататын боламыз. Мәтіннің түрлерін білеміз ғой? Қандай түрлер болады? Сипаттау, пайымдау, осыны бүгін ажырататын боламыз. Сөйлемдерден барыс септіктегі сөздерді табатын боламыз және барыс септік жалғауларын білетін боламыз бүгін. Бірінші барыс септігімен танысып алайық. Барыс септігінің жалғауларымен танысайық. Барыс септігінің сөздің ішінен табатын болайық. Ол үшін танысады. Барыс септік жаңағы жет септіктің үшінші тұратын, ілік септігінен кейінгі үшінші тұрған септігі. Енді барыс септікте де жаңа ілік септігі сияқты жалғау жалғанады. Оның жалғаулары, барыс септіктің жалғаулары қа, ке, қ-ға т. Одан кейін ға, ге. Түсініп ма? Қа, ке, ға, ге жалғауларын жасаймыз. Енді сұрағы мынадай болады. Яғни, мен сендердің сұрақты өздерің табатындай қылайын, мен бір сөз ойланайын. Қандай сөз ойланам міндетті түрде? Зат есім ойланам. Мысалға тағы да дәптер. Сендерге түсінікті болу үшін әр нәрсеге шығып кетпей, сол дәптерді талдап кете берейік. Мен ілік септігінде де дәптерді айтқан. Енді осы дәптер түбірі. Зат есім. Оған мынау жалғау барыс септігінің кез келген жалғауы қайсысы жалған алады деп ойлайды. Дәптер ге. Дұрыс айтасың. Мынау ге, осы дәптер ге болып жалғанады. Неге ге, неге ға емес? Өйткені дәптер деген сөз жіңішке сөз. Неге жіңішке? Өйткені ондағы дауыстар теріп жіңішке, бірыңғай жіңішке. Сол үшін оған жалғанатын жалғауымыз да жіңішке жалғау болады. Буынғы бұл да дәптер ге деген буын. Сол жалғанатын буынымыз да жіңішке болады. Дауыстар ге. Түсініп па? Енді осыған өздерің сұрақ ойлап табыңдаршы. Біз барыс септігінің сұрағын өзіміз ойлап табайық қандай екен. Сұрақ қой. Сұрағын қасын айтамын. Дәптерге сұрақ қой. Не? Неге? Мен дәптерге жаздым. Мен неге жаздым? Мен дәптерге жаздым. Міне неге? Түсіндік па? Бірінші сұрағын таптыңдар. Екінші сұрақ. Дәптердің орнына енді бұл зат қой. Зат адамда болады. Адамға қандай сұрақ қоямыз? Адамға қандай сұрақ қоямыз? Кім? Мысалға Айнұр дейді. Айнұр. Бұл да түбірі зат дейсің. Бірақ бұл кім деген сұраққа жауап береді. Мынау не деген сұраққа жауап? Ол зат. Мынау да зат, бірақ бұл кім деген сұраққа жауап береді. Дұрыс айтасыңдар. Енді осы Айнұрға мынау жаңа мен дайындап қойған жалғаудың қайсы жалғаны? Айнұрға. Міне, мынау жалғаны. Көрдіңдер ме? Енді осы қанда келіп қояйын қасына. Неге мынаған ге, неге мынаған ға? Түбірі Айнұр жуан. Қалай білдің жуан екенін? Өйткені оның дауысты әріпдері жуан. Жуан қоя? Оған жалғанатын жалғауда жуан болады. Сол үшін жаздым. Енді Айнұрға дегенге сұрақ қойып. Кімге? Сендер табасыңдар. Кімге? Дұрыс айтасыңдар. Кімге? Мына сұрақтарды біз оқулыққа қарамай-ақ, мен айтпай-ақ, мұғалім айтпай-ақ, өздерің зерттеу арқылы, өздерің саралау арқылы, сараптау арқылы тауып жатсыңдар. Міне сендердің білгендерің осы. Түсініп па? Келесі. Мен негені сұраққа қойдым, кімгені сұраққа қойдым. Енді мынау егер Айнұр емес, оқушылар болса, көп жетірінде айтсам. Оқушылар ол кезде сұрақ не болады? Кімдер ге. Көп жетірінде. Кімдер ге. Ал мына зат дәптер біреу-ақ емес, дәптер көп болса не болады? Дәптерлер. Қайсы болады жалғау? Дәптерлер ге. Сұрақ. Нелер ге. Көрдіңдер ме? Кімге, неге, кімдерге, нелерге және қайда деген сұрақ қойды. Қайда? Мысалға, қайда болу үшін де мен бір зат ойлаймын. Дала дейді. Дала.
Дала. Түбірі дала. Не? Дала. Түбірі зат есім. Бұда да. Не деген сұраққа жауап береді. Енді мынаны қайсысын қосам? Далаға. Далаға. Тура жаңағыдай жуан дауыс. Жуан сөзге. Жуан, жалғау, жалғандыға жалған. Сұрақ қоямыз. Мен шықтым. Қаяқа деген сұрақ жоқ. Қайда шықтым деп айтамыз. Далаға шықтық. Қайда деген сұрақ келеді. Далаға шықтым. Осы сұрақтар біздің барыс септігінің сұрақтары екен. Мынау барыс септігінің жалғаулары екен. Тәуелдік жалғау, барыс септігінің септік жалғаулары екен. Енді осы жалғауларды жалғай отырып, мына сөзді қай септікте тұрғанын өзіміз анықтап алдық. Сұрақты өзіміз таптық. Енді оқулықпен салыстырайық. Оқулықтағы ережені тыңдаймыз. Барыс септігіндегі зат есімдер кімге айтып тұр? Неге айтып тұр? Кімдерге деді. Мен жаңа ауызша айтып кеттім, оқушыларға деді. Нелерге, дәптерлерге деді. Яғни мынаны көпше түрі ғой. Түсініп отырсыздар ма? Және қайда деген сұраққа жауап береді екен. Барыс септіктегі атау септігіндегі сөзге атау септігіндегі сөздер мыналар ғой, дәптер, айнұр, дала деген сөздер, атау септігінде тұр, заттар ғой. Осы заттар атау септігіндегі сөздерге ға, е, қа, ке қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. Ереже шықты ма? Ережеге өзіміз дәлел көрсеттік па? Жазып көрсеттік. Және сұрақты жазып өзіміз осы сөзге қарай сұрақ құрастырдық. Міне осы сұрақтың барлығын барыс септігіндегі сұрақ екен. Барыс септігінің сұрағы, барыс септігінің жалғауы, септік жалғауы және барыс септігіндегі сөздер. Мәтін беріліп, болмаса сөйлем беріліп, сөйлемнің ішінен барыс септігіндегі сөзді тап десе, біз бірінші зат есімнің, бірінші жалғауы қақиға келіміз дейміз, және оны ажыратамыз. Бүгін ажыратуды үйреніп жатырмыз қой. Қалай ажыратамыз? Оның алдындағы тұрған түбір зат есім бар. Түсініп отырсың ба? Ол түбір егер зат есім болса ғана, ол барыс септік деп анықтап белгілей аламыз. Түсіндік па? Сабақты қазір онда дәптермен жұмыс жасаймыз.